Адал азамат, адал еңбек бағдарламасы аясында өткізіліп отырған бұл марафон оқушыларымыздың жүрегіне жылылық сезімін ұялатып, қоғамға пайдалы болуға шақырады. Бізде бүгін адал азамат, адал еңбек бағдарламасы аясында қайырымдылық марафоны басталады. Үлкен жәрмеңке өтіп, 800 оқушы қамтылды. Өздері тамақ пісіріп, соны сату арқылы қаражат жинайды. Бұл қаражат адал еңбекке баулиды. Нәтижесінде ол қаражат 35 игіс марафонына жұмсалады. Біздің басты мақсатымыз жас ұрпақты еңбексүйгіштікке, жауапкершілікке және бір-біріне қамқор болуға баулу. Қайырымдылық адамның рухани байлығын арттыратын ең асыл қасиеттердің бірі. Сондықтан бүгінгі іс-шарамыз әр баланың жүрегіне жақсылық жасауға деген ниетті оятатынына сеніміміз мол. Біз бұл жәрмеңкені 4-ші жыл қатарынан өткізіп жатырмыз. Осы жылдан бастап ауқымын кеңейттік. Марафон ретінде бастап жатырмыз, яғни бұл бастамамыздың концепциясы адал еңбек арқылы қайырымдылыққа насихаттау. Сыныптастарымызбен дайындаған бөлкелеріміз, алып келген сусындарымыз өтуде. Бұл жәрмеңкенің басты мақсаты сыныптарымызды бірлікті білдіру және де шын ниетпен жасалған. Бүгінгі жәрмеңке өте керемет өтуде. Мектеп заводтарынан және де парламентке өте рахмет. Осындай керемет іс-шара өткізгенде, яғни жақсылыққа жұмсалса, біздегі қарттар үйіне, балалар үйіне осы ақшаларды жұмсасақ, бұл бәрі жақсылыққа кетсе, біз әрқашанда істеп қолдау білдіреміз. Марафон бізге қаржылық сауаттылыққа және де қарттар үйіне, тағы да басқа жерлерге мейірімділік жасауға үйретті. Жиналған әр теңге, әр тәтті мен әр бұйым балалардың өз қолымен, өз еңбегімен жасалған үлкен мейірім нышаны. Оқушыларымызда осындай үлкен жақсы жәрмеңке болып жатыр екен, мен қатыстым, балаларды бастамасын әрдайым қолдаймын. Осындай ізгі істер арқылы біз қоғамда адалдық пен еңбектің қадірін арттырып, шынайы азаматтық ұстанымды қалыптастырамыз.